Так. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біз қозғалыс сипаттайтын жылдамдықты қарастырамыз. Оның ішінде біз бүгін көп оқушылардың түсінбейтін тақырып орташа жылдамдықты қарастыратын боламыз. Әуелі орташа жылдамдықты қарастырмас бұрын жылдамдық дегеніміз не, соны біліп алайық, иә. Жылдамдық деп отырамыз, белгілі бір уақыт аралығында дененің орын ауыстыруы бізде жылдамдық деп аталады. Ол v тең болады s бөлінген t деген формамен өрнектеледі. В деп отырғанымыз ол бізде әрдайым векторлық шама. Бізде шамалардың екі түрі бар, векторлық және скалярлық шамалар, иә. В деп отырғанымыз бізде жылдамдық. Өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. S деп отырғанымыз бізде орын ауыстыру, я болмаса біздің жағдайымызда жол деп аталады. Және Т ол бізде уақытты береді. Мына формуладан бізде өлшемділіктерін анықтауымыз болады. Метр бөлінген секунд болғандықтан Т деп отырғанымыз секундқа тең, ал жолымыз бізде метрмен есептеледі. Бізде мына шамалар әртүрлі километр, сантиметр деп есептелуі мүмкін, бірақ әрдайым біздер ол шамаларды ХБЖ-ға келтіріп отыруымыз керек. Сондықтан жол бізде метр болса, уақыт ол секундпен есептеледі, иә. Енді орташа жылдамдық дегеніміз не, соны қарастырайық. Белгілі бір адам, біздің жағдайымызда Айсұлу болсын, белгілі бір жол жүреді, иә. Ол мысалы Ақтөбеден бір ауданға бара жатыр деп қарастырайық. Ол ауданға жүрген кезде ол бірден ауданнан шықпайды, ол белгілі бір аумақтарда ол остановкалар жасайды, аялдамалар жасайды. Сол аялдамалар бойынша біздің жүрген жолымыздағы аумақтар мына S1, S2 және S3 деген аумақтарды қарастырады, Т1, Т2, Т3 уақыт кетеді. Енді қарайық, мына аумақтарда бізде белгілі бір мына аумақ екеуі бір-біріне тең болғанымен, мына жерде пробка болып қалуы мүмкін, түрлі жағдайларға байланысты уақыттарды әртүрлі жұмсалуы мүмкін. Соған байланысты дененің әрбір бөлігіне, жалпы мына А пунктінен Д пунктіне дейін жеткенше кеткен жылдамдық бізде орташа жылдамдық деп аталады. Демек, орташа жылдамдық деп отырамыз, дененің әр бөлігіне кеткен уақытпен жолды береді, иә. Оның формасы сумма S бөлінген сумма Т деген формамен анықталады. Мына жерде сумма деп, мына белгіде сумма деп оқылады. Сумма дегеніміз не? Мына дененің әрбір бөлігінде, мысалы S1, S2, S3 жүрген жолдарының қосындысын береді. Яғни біздің жағдайымызда S1 қосылған S2 қосылған S3, бірақ ол бізде одан да көп остановкалар жасауы мүмкін, сондықтан n аумаққа дейін, я болмаса Sn аумаққа дейін, және формуласы бойынша Т1 қосылған Т2 қосылған Т3 және тоже қосылған Tn аумаққа дейін. Яғни дененің әрбір бөлігіне жүрілген жолына кеткен уақыт ол бізде нені береді екен? Орташа жылдамдықты береді. Енді қарайық, дәл осы біздің қарастырып отырған орташа жылдамдығымыз, жылдамдық болғандықтан орташа жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд деген өлшеммен анықталады. Бізде екі түрлі қарастырылады. Жалпы мынау орташа жылдамдықтың негізгі теңдеуі. Бұл теңдеуден біз тағы қосымша екі форма анықтап шығамыз. Ол екі форма бізде қалай анықталады? Соны анықтайық. Біріншісі, дененің әрбір бөлігіне кеткен уақыттар тең болады. Яғни жолдың бөлігі деп береді есепте. Яғни бірінші жолдың жартысын мынандай жылдамдықпен жүрді, екінші жолдың жартысын мынандай жылдамдықпен жүрді деп. Екіншісіне керісінше уақыттар тең болады. Яғни уақыттың бірінші бөлігінде ол 10 метр секундпен жүрсе, уақыттың екінші бөлігінде ол 20 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалды деген есеп береді. Яғни бізде негізгі стандартты мына жылдамдық формасынан бөлек тағы екі түрлі шамаға қатысты жылдамдықтар бар. Енді табайық. Бізде жолдың бірінші бөлігіне жылдамдықты тауып көрейік. Негізі біздің теңдеуіміз V тең болады S бөлінген Т. Осыдан S табатын болсақ, ол бізде V көбейтілген Т-ны береді. Енді негізі формамызды жасайық. V орташа тең жолдың екі бөлігі болғандықтан қазір S1 қосылған S2, Т1 қосылған Т2 деген форманы анықталады. Енді қарайық, бізде Т-лар берілмеген, сондықтан мына жерде 2Т деп жаза саламыз. Ал S1-ді табатын болсақ, ол бізде V1Т қосылған мынау V2Т-ны береді. Мына жағдайда біз не шығарып жіберуіміз болады? Сол кезде V1 қосылған V2
бөлінген 2t. Т мен Т қысқарады. Сол кезде бізде форма қандай шығады? V1 қосылған V2 бөлінген 2 деген форма шығады. Мынау бізде бірінші жағдайдағы орташа жылдамдықтың теңдеуі. Енді екінші жағдай үшін қарастырып көрейік. Екінші жағдай үшін қарастырып көрейік. Ол уақыттың әрбір бөлігіндегі болсын, негізгі теңдеуіміз орташа жылдамдықтың теңдеуі бізде жаңа сумма S бөлінген сумма Т болды. Бізде екі түрлі жағдай бар деп қарастырған S1 қосылған S2, Т1 қосылған Т2 деген форманы анықтады. Негізгі жылдамдықтың формасы V тең болады S бөлінген Т. Осыдан Т-ны табатын болсақ, ол бізде S бөлінген V-ны береді. Енді мынаны тауып көрейік. V орташа тең болады. Қазір мына жерде S1 қосылған S2 белгісіз болғандықтан S қосылған S деп алайық. Т1 үшін бізде қазір S бөлінген V1 болады. Қосылған S2 бөлінген V2 болады. Яғни мына Т-ның орнына біз мына форманы қойып жатырмыз. Әрқай форманы 12 дейтін болсақ, S2S. Мына жерде біз ортақ бөлім береміз. V1, V2. Мына жерде S-тары белгісіз болған SV1 қосылған SV2. Енді әрқайын не істейміз? Тең болады. 2S солаймен жазамыз. Мына жерде S-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Шығарып жіберсек бізде V1 қосылған V2 шығады. Бөлімнің астында V1 көбейтілген V2 деген форма шығады. S пен S-ті қысқартып жібереміз. Сол кезде мына математикалық қасиет бойынша мына бөлшекте екі түрлі бөлшек болғандықтан кіші бөлшегіміздегі мән негізгі бөлшектің жоғарысынан шығып кетеді. Сол кезде формамыз 2 V1 көбейтілген V2 V1 қосылған V2 деген формуламен анықталады. Сонымен оқушылар, бүгін біз негізгі жылдамдықтың үш түрін қарастырдық. Ол орташа жылдамдық, орташа жылдамдықтың уақытқа тәуелді жылдамдығы және жолдың екі бөлігіндегі көрсетілген орташа жылдамдықты таптық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.